Мыналар жайғастырып алайын да? Немене? Жайғастыратын малымыз ба біз? Ұзын, құры дедім ма мен сіздерге? Құры. Кетсеңдерші бар. Стой! 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 Өшіп қалды. Мен сумкаға кетті. Тасташы. Сақ. Кетті ме? Қаш. Я кетті. Туя кеңнің. Мектепті бітірген соң үт жүгірмеген еме. Өкпе деген радиатор болып кетті ғой. Ауылда дышыдан сабақ берген болмаса, өзім түк жүгірмеппін ғой. Бала-шағаны жүгірте беріппін ғой. Төбелесе салу керек еді көрші. Ой, көрші қойшы. Күлдірте бермеш адамды. Шаршап тұрғанда. Ақшан қайқын табайым енді. Өмір сүру қиындап кетті. Ар тартсаң бері жетпейді, бері тартсаң ар жетпейді. Жұмыстың мәнісі мынау. 15 жыл болды квартирада тұрғаныма. Алдымыз қараңғы. Балдарымыз қайтып өмір сүреді екен. Айтпа. Қатты қиналып кеттік. Өзім артыма қарамай, қымбат 3 бөлмелі пәтер жалдап алғам ғой. Ал хозяйка күніге ақшасын сұрап біледі, күніге. Білем ғой, ол тоты құстың. Сол пәтер қымбат болғаннан соң жанындағы 1 бөлмелі арзан пәтерге бардым ғой. Ауылдан дайындап келген ақшамды қалаға келген күні жоғалтып алғам. Сен жұмысын постоянно осындай ма? Осы жұмысқа сенгенім бір жыртық жерімді жамайды қойды. Енді әр кезде әр қалай. Бұлай болады деп кім ойлаған? Көрші. Ақша табылады. Бүгін болмаса ертең. Денім сау болсын. Ана горилла мен шимпанзе кеп қоймай жат. Бұл жерден кетейік. Жүр. Орайық. Я дұрыс айтасың. Көрші. Руслан? Кірсе үйге.
ертең ауылға қайтамыз. Тыныштық па? Бір жолы кетеміз. Жұмысың ше? Шығар жерді ма не? Жоқ ой. Ауылды сағындым. Қайтқым келеді. Ауылдағы өмірімізді айтсайшы. Уайым қайғысыз. Жегеніміз алдымызда. Жемегеніміз артымызда де. Қайтемін, тағдыр жолы тарам, бір күн іздеп барам, жүрсең болды аман, әйтеуір. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Жүректе бір жарған, сергелденге салған, саған барар арман жолдары. Мұңайса да жалған, үмітіңді қарғам, үзбей жүрсең таңнан болғаны. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Сағынамын менде, сағынасың сенде, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге. Ауылда осылай жүрмеппіз ғой, а? Руслан? Руслан? Сен мені естіп жатсың ба? Ясан. Шама шаршадым. Көзім ілініп барады, ұйықтайықшы. Руслан, ауылға шынымен кетеміз ба? Апамнан ұят емес па? Қалаға ерде келгенімізде сонда өз-өзімізді асырай алмай, қайттан барамыз ба ауылға? Негізі менің шаруамда жоқ қой бұда. Үйдің мәселесін еркек шешеді ғой. Бірақ өзің ойланшы, Руслан. Ел жұрттан көрші оғланған ұят қой. Қалаға кетіп ет түк бітірмей келді деп айтады ғой. Кішкене ғана қиыншылыққа осылай жасап жатсаң, онда біз саған демеу болайық, Руслан. Бұл, тыныштық па? Руслан, мынау саған. Бұл не? Менің қампыққан ақшам ғой. Ана квартираңа бересің ақшасын. Ақшаң болған кезде қолыңда, сол кезде қайтарасың, жарай ма?
Рахмет көршім. Рахмет. Ешкімге айтпа. Жарай ма? Ана ешектің не істегенін көрдің ба? Болса, оңбағандар неге есекпен салыстырады адамдар? Есектің ет арам болғанмен іс адал ғой. Енді ажыратпашы. Ана құмарды бар ғой. Құмарым қанғанша ұрайын. Руслан, ойланып тұршы өзің. Сен ұрдың, ол жаз жерді. Саған соң қажет пе? Ауылда бар ғой, ондай адамдар жоқ қой. Осы жаққа келіп, көріп жатмын, не бүтірлісің? Осы сен ауылға хабарластың ба, жақын арада? Жоқ. Келгеннен хабарласқан жоқ. Мәселе қайда? Осы сен анаңа хабарласпай, қал жағдайын білмей, күніге жұмысқа шыға бересің ба? Жоқ, негізі ауылда жұмысқа шығар алдында анамның міндетті түрде ақ батасын алып шығатын. Ауылда қандай еді? Ауыл деген рахат қой. Көрдің бе? Күніне бір рет жағдайын сұрап қойсайшы анаңның. Біз жағдайын сұрамасақ та біз олар дұғасындамыз. Күніне бір рет хабар алып қойғаның артықтық қылмас. Тыныштық па? Інім ғой, таңертең біреудің көлігін соғып апты. Соған ақша керек деп хабарласқан. Тауып берем деп уәде беріп қойып ем, менде ақша болмай тұр. Әмір, бауырлар бір-біріне әрдайым қорған болу керек. Мен сенің жағдайын түсініп тұрмын. Мүмкін Алла тағала өзі айдап әкеп тұрған шығар сен. Мен себеп беру олайын. Міне, ал. Рахмет. Өткенде ана бір квартиранттар обойдың бәрін жыртып кеткен бала шағасымен. Ішін бәрі сасып кеткен. Білмеймін, мынау не өзі кіріп алған бала шағасымен әлі ақша да берген жоқ. Күнде келіп білмеймін не істеп жүрген, не ойланатындарын ше. Бүгін білмесе білмеймін, бала шағасы қарамен де қуып шығам бәрін. Да? Ау, үй жақтамын. Руслан, үлкен рахмет. Жаңа саған керек емес пе? Жоқ, інімнің шаруасы оңды бітті. Рахмет үлкен. Үйге кіріп шай ішсей? Жоқ, асықса едім. Келесі жолы. Мақұл, жақсы айналайын. Өзі келе жатыр ғой. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлем.
Иә, өдесінде тұратын жігіт. Менімен тығылмаша ойнап жүрсің бе? Жоқ, сізбен ойнаған жоқпыз. Қашанға дейін сендердің арттарынан жүгірем, а? Айтсайшы, мынау деп. Енді жүгірмейсіз. Міне, мына жерде барлығы түгел. Келіскендей. Мінеке. Енді ашуланып бетіңді шулайын деп тұрған едің. Сендер көпсіңдер, мен жалғызбын. Әрқайсысың ашуландыра берсе, менің нем қалады? Негізі мен өте жайдар адаммын. Көрініп тұр ғой. Молодец. Үйде таза ұстаңдар. Ал, мен кеттім. Жақсы. Құдайға шүкір. Алло? Алло, мам. Қалайсыздар? Хабарласып бір ала алмай-ақ қойдым ғой. Келінің телефоны өшік па? Ай, уайымда өлетін болдық қой. Мам, тірліктің тығын ашылып кетті ғой. Қалай жақсы жайғасып алдыңдар ма? Ертең ана Боранбайдан айран сүт беріп жіберем. Жоқ, мам. Қарнымыз тоқ. Иә. Келін немерелер қалай? Олар дворда ойнап жүр. Кешкі салқынмен. Ай, енді хабарласып тұрсаңдар сендерде. Немене шешелеріңді ұмытып кеттіңдер ма? Ой, мам, о не дегеніңіз? Міндетті түрде хабарласып тұрам. Ана Әликөш пен Әбікөшке сәлем айт. Бетінен сүйіп қой. Жақсы айналайын, жақсы. Мама, кім жешелер ма? Руслан ағаң ғой. Қашан келеміз дейді. Келетін бол ма? Жақын арада келетін түрі жоқ. Мам? Ау. Онда қалаға өзіміз барайық та, оның үстіне қыдырып қайтамыз. Ана малдарыңды кім жайғастырады? Ай, мал демекші сиырларыңды байладың ба? Иә, қазір ғана жайғастырып келе жатырмын. Олай болсана есіктің алдына су сеп, ыстығы басылсын. Сонымен қалаға қашан барамыз? Ай, қаңғы бас, қылқылдама есіктің алдына су сеп деймін. Жарайды. Бар. Жарығым, бойыңнан айналайын, қалаға барам дейді. Ол өзі бірінші бастады. Намысыма дейін сөздер айтты. Оның үстіне Әбікөшті велосипедмен қақып өтуге сәлеп қалды. Руслан, мыналарға өзің ескертпесең болмайды, тыныш жүр деп. Қанша дегенмен мынау қала, танымайтын жер, бөтен адамдар қорқады екенсің. Балам, мамаң дұрыс айтады. Бірақ бауырыңа қорған болған, ол ерлік. Ертең өскен кезде осы бауырынан артық жанашыр таппайсың ол. Түсінікті ме? Құрметті жұмдастар, жасап жатқан жұмыстарыңды екісіне дейін өткізіңдер. Өйткені үшінде презентация, инвесторлармен кездесеміз, сол жерде қорғайсыңдар. Жігіттер, бұл стажерларға үлкен мүмкіндік. Иә, түсінікті ме екен? Тамақтан алыңдар.
Да, бер. Тыныштық па? Тез жазылып кет. Ага. Жарайды. Мен саған бір жұмысты дайындап опырам, е? Өзіңе қара. Жақсы.